Тыңдауға қатысушылар, қоғамдық тыңдауға қош келдіңіздер. Бүгінгі кезекті қоғамдық тыңдауда Каздрил Solution ЖШС компаниясы филиалының қоғамдық тыңдауының тақырыбы Атырау облысындағы оңтүстік келісім шарттық аумағындағы бұрғыланған ұңғымалардың бұзылған жерлерін рекультивация жасау жобасы. Бүгін енді осы қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде өзім жүргіземін, және хатшысы ретінде кімді ұсынамыз? Сыдықова Динара. Қарсылықтарыңыз бар ма? Қарсылықтарыңыз жоқ болса, онда тақырып бойынша жобаның баяндамашыға берейік. Үмбет Айза Бақберген қызы ма? Иә. Алдын таныстырса компания? Қайырлы күн, құрметті ауыл тұрғындары, құрметті әкім, қоғамдық тыңдауға қатысушылар, қош келдіңіздер. Менің есімім Данияр Асламбаев, осы Каздрил Solution компаниясының қауіпсіздік техника, экология жағынан басқарушысымын. Каздрил Solution туралы бір-екі ақпарат берейін деп тұрмын сіздерге. Бұл Каздрил Solution компаниясы оңтүстік южный учаскесінде көмірсутектерді барлау мен өндіру жүргізуге жер қойнауын пайдаланушы болып табылады. Негізі компанияның бас офисі Алматыда орналасқан, және де компанияның филиалы Ақтау қаласында орналасқан. Мына картада көрініп тұр, Каздрил Solution компаниясының контракт территориясы Маңғыстау мен Атырау облыстарын қамтиды. Каздрил Solution компаниясы мемлекетпен 19 жылғы 47-27 УВС келісім шарт бойынша мемлекетпен келісім шартқа барлау жұмыстарына келісім шартқа отырылған. Геологиялық барлау блоктарында барлау және өндіру құқықтарына 100% үлесі бар. Жаңа айтып кеткендей, Каздрил Solution южный аумағы ол Маңғыстаудың және Атырау бөліктерін Жылой ауданын және Маңғыстау облысындағы Бейнеу ауданына жатады. Қазіргі уақытта Каздрил Solution компаниясы 22 жылда Атырау облысында орналасқан 3 ұңғыманы және Маңғыстау облысында орналасқан 36 ұңғыманы компания балансына қабылдау туралы актісіне қол қойған. Ол бұрынғы Совет үкіметінде қазылып кеткен ұңғымалар, соларды біздің компания өз балансына алған. Сондай-ақ келесі жұмыстар орындалды. Көптеген геологиялық деректерді цифрландыру жұмыстары, және профильдерді цифрландыру, деректерді қайта өңдеу және қайта түсіндіру жұмыстары болды. 23 жылы Каздрил Solution компаниясы 2D және 3D сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізді осы Маңғыстау облысында. Енді 24 жыл мен 25 жылдардың арасында осы Маңғыстау облысында 2 ұңғыманы қазуды бұрғылау жұмыстарын жобалап отыр. Енді компанияның саясаты, негізі біз компанияда ең алдымен қауіпсіздік, жоғары кәсібилік, бұлжымас адамгершілік құндылықтары және қызметкерлердің кәсібін үнемі арттыру жұмыстары, өндірістік жұмыстарды қауіпсіз әдістермен және қоршаған ортаға зиян келтірмеу жүзеге асыру жұмыстары, және еңбек кодексінің талаптарына сәйкес жұмыс жасауға міндеттеледі.
Сондықтан біздің компанияда жаңа экология, қауіпсіздік жұмыстарына өте үлкен көңіл бөлінеді. Осымен біздің компания туралы ақпарат осы. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Сосын бұл компания біздің жерде жасамайды екен. Маңғыстаудың Тортай жақта жұмыс жасайды екен. Картадан бәрін қарап келатырмын, бірақ біздің шекараға бір бөлігі енгеннен кейін территорияның бізге өткізіп келіп отыр қазір. Қоғамдық тыңдауды. Сұрақтарыңыз болмаса, ендеше мен жоба бойынша мағлұматтар беріп өтейін. Есімім Айза Дауыт, өте қуаныштымын. Жергілікті тұрғындар және облысындағы әкім мырза, бізде қазір Атырау облысындағы Каздрил Solution келісім шарттық аумағының южный учаскесінде бұрын бұрғыланған ұңғымалардың бөлінген жерлерін рекультивациялау жобасы туралы айтатын боламыз. Яғни алдымен ТО Каздрил Solution мекемесі өз қызметін 2019 жылғы 3 маусымдағы нөмірі 4727 УВС келісім шартына сәйкес жүргізген болатын. Бұл келісім шарт Атырау және Маңғыстау облысындағы орналасқан оңтүстік учаскесінде көмірсутекті шикізат барлау және өндіру жұмыстарын жүргізуге арналған. Келісімшарттың әрекет ету мерзімі 2025 жылдың 3 маусымына дейін екенін ескергіміз келеді. ТО Каздрил Solution балансында Атырау облысында орналасқан сүйішпек Г1, Г2, П1 ұңғымалары қабылданды. Ұңғымалар 1958 жылдан 1992 жылға дейін бұрғыланған, яғни келісім шартқа дейін. Ұңғымалардың қабылдау растау актісі сонымен қатар қосымшалар келтірілген болатын. Жерді қалпына келтіру үшін негіз болып Қазақстан Республикасының заңнамалық және нормативтік актілері табылады. Қазақстан Республикасы жер кодексінің 238 бабына сәйкес жерді пайдалану кезеңінде жеке және заңды тұлғалар жерді ластауға, жер бетіне қоқыс тастауға, топырақтың деградациясы мен сарқылуларына жол бермеуге тиіс. Қоршаған ортаға зиян келтірмеумен байланысты жұмыстарды жүргізгенде жер пайдаланушылар және басқа да тұлғалар жерді қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуге міндетті. ТО Каспиан Хэс Консалтинг мамандарымен бірге тапсырыс берушінің өкілдері және жилой аудандарының жер қатынастары бойынша уәкілетті органдарының өкілдерімен бірге қалпына келтірілген жерлердің дала тексерісі жүргізілген болатын. Нәтижесінде 2025 жылдың 17 қаңтарындағы жерді тексеру актісі және жерді қалпына келтіру жобасын әзірлеу тапсырмасы дайындалған болатын. 2025 жылғы 17 қаңтардағы сүйішпек Г1, сүйішпек Г2, сүйішпек П1 ұңғымаларының қалпына келтіру қажеттілігін растайтын акті және қалпына келтіру жобасын әзірлеу тапсырмасының негізінде оңтүстік учаскесінде орналасқан ТО Каздрил Solution'ның контракттық аумағында жерді қалпына келтіру бойынша жобаның әзірленуі туралы шешім қабылданды. Жоба бойынша қалпына келтіру жұмыстары ауыл шаруашылық бағытын қарастырады. Бұл жерлерді мақсатты пайдалануға жарамды күйге келтіруді, қорық жерлері сонымен қатар қалпына келтіру көзделеді. Қалпына келтіру объектілері Атырау облысындағы оңтүстік учаскесіндегі сүйішпек Г1, Г2, П1 ұңғымаларының алаңдары екенін растаймыз. Сонымен қатар назар аудара кетсеңіздер, сайтқа бұл жерде бізде жоба көтерілген жерлердің қалпына келтіру жобаларын әзірлеу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес әзірленген болатын. Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрінің 2023 жылғы 2 тамызындағы номер 289 бұйрығымен бекітілген жұмыстар 2025 жылы жүзеге асырылады. Аталған жобаның аясында жоспарланған жұмыстар сүйішпек Г1 ұңғымасы алаңында мұнаймен ластанған топырақты қазып алу, шығару, қазылған орынды таза топырақпен толтыру, алаңда тегістеу, сүйішпек Г1 ұңғымасының сағасын жөндеу, сүйішпек Г1, Г2, П1 ұңғымаларының сағасы үстіне 1,1 метр өлшеміндегі бетонды тіректерді орнату, жер белгілеріне орнату, биіктігі кемінде 0,5 метр металл тақтайшамен бірге учаскенің кен орнының атауы, ұңғыма нөмірі, ұңғыманың географиялық координаттары, бұрғылаудың басталу және аяқталу мерзімі, яғни ұңғыманы жою көрсетілетін болады. Сүйішпек Г1, сүйішпек Г2, сүйішпек П1 ұңғымаларының бұзылған аумақтарының техникалық қалпына келтіру жұмыстары аясында, яғни металлоломдарды жинау, кесу және шығару, құрылыс және басқа да қоқыстарды жинау және шығару, бұзылған жерлерді тегістеу болып табылады. ТО Каздрил Solution контракттық аумағы туралы айтатын болсақ, слайдқа назар аударып кетсеңіздер, бұл жерде бізде орфографиялық тұрғыдан аймақ шөлді жазық болып табылады. Оны сорлар басып жатыр. Жер бедерінің абсолюттік биіктігі 20 метр мен 27 метр аралығында өзгереді. Аймақтың климаты қатты континентальды және жазы құрғақ, ыстық температурасы 45 градусқа дейін көтеріледі. Ал қысы аз қырлы қатты желдермен бірге температурасы -25 градусқа дейін төмендейді. Шығыс және оңтүстік бағыттарға күшті желдер және
дауылды құйындар жиі кездеседі. Жауын-шашын сирек болады, жылдық орташа жауын-шашын мөлшері шамамен 180 мм құрайды. Гидрографиялық желі әлсіз дамыған, зерттелетін аумақта тұрақты әрекет ететін су ағымдары жоқ. Жауын-шашын негізінен көктемде болады. Қар еріген кезде және жаңбыр жауған уақытта су құрғақ арналар мен жыраларда жиналатын болады. Жалпы Каздрил Solution контракттық аумағын ойпатының оңтүстік-шығыс жағалауының жиегінде орналасқан. Әкімшілік тұрғыдан ТОВ Каздрил Solution контракттық аумағы Атырау облысының Жылыой ауданында және Маңғыстау облысының Бейнеу ауданында орналасқан. Ең жақын теміржол станциялары Мақат-Маңғыстау теміржолында орналасқан Көлсары және Бейнеу станциялары болып табылады. Солтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа қарай учаскені Өзен-Самара мұнай құбырының магистральды желісі кесіп өтеді. Солтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа қарай учаске арқылы Астрахань, Маңғыстау, Волга су құбыры өтеді. Ол техникалық және ішімдік суымен қамтамасыз ету көзі ретінде пайдалануы мүмкін. Ең жақын елді мекен Бұранқұл ауылы. Ол контракттық аумақта Табынай Г2 және Табынай Г1 ұңғымалары арасында орналасқан. Облыс орталығы Ақтау қаласына дейінгі қашықтық оңтүстік-батысқа қарай 580 км-ді құрайды. Контракттық аумақтың батыс шекарасынан, яғни Азнағұл Г2 және Азнағұл Г3 ұңғымалары аймағы Каспий теңізіне дейінгі қашықтық 90 мен 112 км аралығында. Контракттық аумағының ұзындығы батыстан шығысқа қарай 140 км-ді құрайды. Яғни слайдта келтірілген схема карталарға назар аударсаңыздар болады. Сонымен қатар сүйешпек Г1, сүйешпек Г2, сүйешпек П1 ұңғымаларының орналасу жағдайы көрсетілген карта схема суретте белгіленген. Бұл жерде ұңғымалардың сағалардың координаттары тексеру үшін кестеде келтірілген. Яғни сүйешпек Г1, сүйешпек Г2, сүйешпек П1 ұңғымаларының географиялық координаттары бұрғылатын нүктелерінің, яғни солтүстік ендік және шығыс бойлықтары. Жалпы 2024 жылғы тамыз айында Атырау облысында оңтүстік учаскеде орналасқан сүйешпек Г1, сүйешпек Г2, сүйешпек П1 ұңғымаларының тексеру бойынша дала жұмыстарын ТОВ Каздрил Solution контракты аумағында жүргізілген болатын. Жүргізілген тексерістің нәтижелерінде төмендеп келтірілген. Яғни сүйешпек Г1 ұңғымасы тексеру нәтижелері келесіде көрсетілген. Фонтандық арматура бір задвижка тұрады, одан мұнай ағып жатыр. Ұңғыманың атауы жазылған тақтайша жоқ. Ұңғымадан кезең-кезеңмен аз мөлшерде мұнай шығып тұрады, ұңғыма сағасындағы аумақ мұнаймен ластанған. Ластану дақтары пішіні дұрыс емес, оңтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа қарай созылған. Ластанудың тереңдігі 0,125 метрден дейін. Ластану алаңы 250 метр квадратты құрайды, қалған беті таза, тек аздаған ұсақ металлоломдар бар. Бұзылған аумақтың алаңы 0,5 гектарды құрайды. Сүйешпек Г1-дің сағасы туралы айтылып кетті. Сүйешпек Г2 ұңғымасы бойынша бізден тексеру нәтижелері келесіде келтірілген. Ұңғымасының сағасының жағдайы фонтандық арматурасы жоқ, бетонды тумба жарамсыз, ұңғымалардың атауы жазылған тақтайша жоқ. Ұңғыма алаңы мен оған жақын аумақта мұнаймен немесе балшықпен ластанған жерлер жоқ. Беткей таза, тек аздаған ұсақ металлолом мен бетондар бар. Бұзылған аумақтың алаңы 0,7 гектарды құрайды. Сүйешпек Г2 ұңғымасының 220 метр оңтүстікте су өзін-өзі ағызатын ұңғыма орналасқан. Оның ағып кетуінен 0,87 гектар аумақта су беті пайда болған болатын. Қазақстан Республикасының су ресурстары және ирригация министрлігінің хатына сәйкес су ағызатын ұңғымалар консервациялауға және жоюға жатпайды. Сүйешпек Г2 ұңғымасының 220 метр қашықтықта орналасқан су ұңғымасы келтірілген. Сонымен қатар сүйешпек П1 ұңғымасы бойынша тексеріс нәтижелері ұңғымасының сағасында фонтандық арматуралары жоқ, бетонды тумба жоқ, ұңғымасының атауы жазылған тақтайша бар, бірақ ол нашар жағдайда, оголовктар жоқ. Ұңғыма алаңы мен оған жақын аумақта мұнаймен немесе балшықпен ластанған жерлер жоқ. Ластану үлкен ұсақ металлолом, көміліп қалған ыдыстардың қалдықтары, құрылыс пен тұрмыстық қоқыстар бар екенін айтамыз. Бұзылған аумақтың алаңы 4,4 гектарды құрайды. Және оңтүстік учаскесінде ТОВ Каздрил Solution контракты аумағында бұрынғыланған ұңғымалардың бұзылған жерлерін рекультивациялау жобалық шешім негіздеу үшін ТОВ Каспиан Хэс консалтинг мамандары келесі жұмыстарды жүргізген болатын. Бұзылған учаскелерді және оларға жақын аумақта топырақ қазба ізденістерін жүргізу, ауыр металдар мен мұнай өнімдерін анықтау үшін топырақ жер үлгілерін алу, сондай-ақ бұзылған жерлерді тексеру және инвентаризациялау жұмыстарын жүргізу. Бұзылған учаскелерінде және оларға жақын аумақта топырақ ізденістерін жүргізу, ластауыш заттардың тереңдігі мен ластану көлемін анықтау, ауыр металдар мен мұнай өнімдерін анықтау үшін топырақ жер үлгілерін алу болып табылады. Жалпы бізде сүйешпек Г1 ұңғымасының ластану дақтарының жоспары дұрыс емес пішінге ие, оңтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа қарай созылған. Дақтың мөлшерін 25-10 метр өлшеміндегі тік бұрышқа сыйғызуға болады. Ластанудың тереңдігі 0,25 метрге дейін жетеді. Ластану алаңы 250 метр квадратты құрайды.
Сонымен қатар сүйіспе көмір ұңғымасының ластану аймағының мұнай көмірсутектері мен ауыр металдардың құрамын анықтау үшін топырақ үлгілері алынған болатын. Топырақ үлгілері 3 нүктеден алынды. Топырақ үлгілерінің талдаулары ТО Альфа Центр химиялық аналитикалық зерттеу аккредиттелген лабораториясында жүргізілді. Бұл зертхана аталған талдауларды жүргізуге ГОСТ әдістерімен аккредиттелген болатын. Сүйіспе көмір ұңғымасының топырақ үлгілерін алу нүктелерінің схемасы төменде келтірілген болатын. Келесі бізде сүйіспе көмір ұңғымасының топырақ үлгілерін алу нүктелерінің сипаттамасы келтірілген, яғни слайдқа назар аударып кетсеңіздер, бұл жерде бізде 3 нүктелерге пробалар алынғандығы жөнінде келтірілді. Топырақ үлгілерінің мұнай өнімдері мен ауыр металдар мазмұнын анықтау нәтижелеріне сәйкес келетін болсақ, сүйіспе көмір ұңғымасындағы ластанған беткі қабаттаған топырақ үлгілерінің мұнай көмірсутектері мен ауыр металдардың құрамдарына талдау көрсеткенде, мұнай көмірсутектері мөлшері 12971 миллиграммнан килограммнан тұрады және 189.498 миллиграммен килограммға дейін өзгеріп тұрады. Сонымен қатар бізде сүйіспе көмір ұңғымасындағы мұнай ластануын жою бойынша негізгі техникалық шешімдерді атап өтетін болсақ, бұл жерде бізде кестеде келтірілген, яғни бұл жерде ластану түрлері, яғни мұнаймен ластанған топырақтар, ластану ауданы, учаскенің көлемі келтірілген, мұнаймен ластанған топырақтың массасы келтірілген және шикі топырақтың мұнаймен ластанған топырақтың бетін жабу үшін әкелу қанша метр кубты және жұмыс уақыты, яғни ұзақтығы 3 күнге дейін келтірілгендігі атап өтілген. Ластануды жою жұмыстары орындау үшін сүйіспе көмір ұңғымасындағы құрылыс техникалы мен автокөліктерге қажеттілік кестеде келтірілген болатын. Бұл жерде материалдар мен техникалық құралдардың атауы, өлшем бірлігі және мөлшерлері келтірілген болатын. Және де аталмыш осы сүйіспе көмір ұңғымасының жөндеу бойынша негізгі техникалық шешімдері кестеде келтірілген. Яғни өлшем бірліктері, өлшем бірлігінің саны, нормативтік ұзақтықтары келтірілді. Келесі слайдтарға назар аударып кетсеңіздер, бұл жерде сүйіспе көмір ұңғымасының жөндеу жұмыстары қажетті арнайы техниканың саны кестеде келтірілген. Бұл жерде атауы мен шифры, яғни цементте көпірді орнату аралығы, пресс құрастыру, яғни барлығы қанша шақырулар, яғни вызовтар болғандығы аталып өткен болатын. Сүйіспе көмір, сүйіспе К2, сүйіспе көмір ұңғымаларының өсте бетонды тумбаларын қалпына келтіру жұмыстары, репеллемент тақтайшаларды орнату түрлері және мерзімді кестеде келтірілген. Жұмыстардың атауы, яғни бетон тумбасы үшін қалқа құрылғысы, сонымен қатар ұңғымалардың номерлеріне сәйкес келтірілген, яғни барлығы қанша күнді құрайтындығы. Сүйіспе көмір, сүйіспе Г2 көмір ұңғымалары тумбаларын орнату үшін қажетті арнайы техника саны кестеде келтірілген. Автобетон араластырғыш тумбаны құю 3 күн және барлығы 3 шақыруды құрайды. Сүйіспе көмір, сүйіспе Г2, сүйіспе көмір ұңғымаларының бұзылған жерлері техникалық культивациялау көлемі мен ұзақтығы кестеде келтірілген. Металломдарды жинау, кесу және шығару, құрылыс және басқа да қоқыстарды жинау және шығару, бұзылған бетті тегістеу жұмыстардың ұзақтығы келтірілген болатын. Ұңғыма нөмірлерімен. Сүйіспе сонымен қатар ұңғымаларында жерлерді техникалық рекультивациялау жұмыстарын жүргізу үшін қолданыстағы техникалық құралдар кестеде келтірілген, яғни қандай құралдар қолданылатындығы және олардан қанша штукта берілгендігі өлшем бірлігімен. Атырау облысында орналасқан оңтүстік учаскесінің ұңғымалардан бұзылған жерлері рекультивациялары бойынша жұмыстардың жалпы көлемі келтірілген болатын. Яғни мұнаймен ластануды жою қанша тонна, сонымен қатар мұнай ұңғымасының ауызын жөндеу, бұл единицамен берілген, бетон тумбасын қалпына келтіру, тақтаны жөндеу және металломдар жинау және кесу, шығару, құрылыс және басқа да қоқыстарды жинау және шығару, бұзылған бетті тегістеу деген секілді жұмыстар аталып өтілген болатын. Сонымен қатар бізде сүйіспе Г1, Г2, П1 ұңғымаларын бұзылған жерлер рекультивация жұмыстарының ұзақтылығын атап өтетін болсақ, Г1 бойынша ұзақтығы 15 күнді, ал Г2 және П1 ұңғымасы бойынша жұмыстардың ұзақтығы 5 күнді құрайды. Қызметкерлердің саны 25 адамға дейін жетеді. Ұңғымалардың бұзылған жерлер рекультивациялау ұзақтығы кестеде келтірілген. Келесі бізде атмосфераны қорғау бойынша жобалық шешімдері жүзеге асыру барысында сүйіспе Г1, сүйіспе Г2, сүйіспе П1 ұңғымаларындағы тарихи ластанулардың жою процесінде атмосфераның ластануы болжанады. Ұңғыманың жою кезінде негізгі атмосфералық ластану көздері төмендегідей болады. Яғни дизель отынын жаққанда шығатын заттар азот оксидтері, көміртек, күкірт, көмірсутектер, күйе, сонымен қатар және тағы басқалар пайда болады. Ұңғыма алаңдарының рекультивациясы кезінде пайда болатын биорганикалық шаң, топырақ, құм, қиыршық, тас тасымалдау және топырақ арнайы техникалық көмегімен жылжыту кезінде болады. Сонымен қатар ластанушы заттардың түсуі, дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу, дизель отынның және мотор майын сақтау кезінде де пайда болуы мүмкін. Ликвидациялық жұмыстар барысында атмосфералық ауа ластану көздері ретінде негізгі ластанушы заттар олар азот оксидтері, көмірсутек, күкірт, көмірсутектер және биорганикалық шаң, күйе болып табылады.
сүйішпек К1 ұңғымасының ликвидациялық жұмыстарын жүргізу кезінде атмосфераға ластауыштықтардың шығару көздерінің саны 15 бірлікті құрайды. Оның ішінде 5-еу ұйымдасқан болса, оны ұйымдаспаған болып табылады. Сүйішпек Г2 ұңғымасы бойынша бізде 12 бірлікті құрайды. Оның ішінде 4-еу ұйымдасқан, 8 ұйымдаспаған болып табылады. П1 бойынша бізде 12 дәл сол секілді 12 бірлікті құрайды. Оның ішінде 4-еу ұйымдасқан және 8 ұйымдаспаған болып табылады. Жалпы стационарлық ластауышы көздерінің шығарылатын жалпы ластауыштар шығарылым көлемі 6,951 тонна жылына құрайды. Үш ұңғыманы жою жұмыстары кезеңінде стационарлық көздердің атмосфераға шығаратын ластауыштардың жалпы тізбесі кестеде келтірілген болатын. Яғни бұл жерде ластайтын заттардың атауы, қауіп деңгейі, сонымен қатар тазартуды ескере отырып, заттың шығарындыларының грамм секундына, сонымен қатар тазартуды ескере отырып, заттың шығарындыларының тонна жылына келтірілген болатын. Сонымен қатар тұрғын аудандарының максималды жер бетінде таралатын концентрациясы мен атмосфераның ластану деңгейіне ең үлкен үлес қосатын көздер тізімі келтірілген. Бұл жерде қоршаған ортаға зиянды атмосфера заттардың шығарылатын әсерін бағалау үшін оңтүстік аймағына жою жұмыстарының барысында Қазақстан Республикасындағы жобалау нормаларына сәйкес атмосфералық төмендегі қабатындағы ластайтын заттардың таралуын математикалық модельде жүргізілген болатын. Таралу есебі Эран нұсқасы 3.0 бағдарламалық кешені арқылы жүргізілді. Ол кәсіпорындардан атмосфераға зиянды заттардың концентрациясын есептеу әдістемесін, яғни жүзеге асыратын негізгі талаптары және ережелерді орындаған болатын. Атмосфералық ластану деңгейінің есептеулері барлық ұйымдасқан және ұйымдаспаған көздер бойынша жүргізіледі. Шығарылатын барлық ластауыштар ескерілген болатын. Атмосфераға ластайтын заттардың таралуын есептеу нәтижелері бойынша барлық көздерді шығаратын ластауыш заттардың максималды концентрациялары мен максималды концентрацияларға жететін қашықтықтар анықталған болатын. Ликвидациялық жұмыстар барысында ластайтын заттардың таралуы бойынша есептеулер мен нәтижелерін талдау көрсеткендей, санитарлық қорғау аймағының шекарасына ластайтын заттардың концентрациясына рұқсат етілген нормаларын аспаған болатын. Су тұтыну және су бұру бойынша бізде осы скважиналарда рекультивациялық жұмыстарды жүргізу үшін техникалық және сонымен қатар ауыз су және шаруашылық тұрмыстық қажеттіліктер үшін су пайдаланатын болады. Жалпы қызмет көрсетілген персоналдардың шаруашылық ауыз су қажеттілігіне қанағаттандыру үшін техникалық су өндірістік қажеттіліктерін үшін жұмсалады. Сонымен қатар бетон жұмыстарына рекультивациялау кезінде өртке қарсы мақсаттар үшін, сонымен қатар ликвидациялық жұмыстар жүргізу кезінде ауыз су қажеттіліктерін тасымалданатын бөтелкеленген су арқылы қамтамасыз ететін болады. Жалпы 1,5-дан 5 литрге дейін көлемінде тасымалданады. Техникалық және шаруашылық тұрмыстық қажеттіліктерін үшін Боранкөл ауылынан тасымалданатын су пайдаланатын болады. Рекультивациялау кезінде сүйішпек Г1, Г2 және сүйішпек П1 скважиналарының шаруашылық ауыз су және техникалық қажеттіліктеріне арналған су көлемі циклға 178,665 метр кубты құрайды. Оның ішінде шаруашылық ішетін қажеттіліктердің үшін су тұтыну 107,5 метр куб циклына құрайды. Техникалық қажеттіліктер үшін су тұтыну 21,65 метр куб циклына құрайды. Жалпы рекультивациялау жұмыстары кезінде ұңғымалардың су тұтыну және су бұру туралы жинақталған мәліметтер кестеде келтірілген болатын. Яғни су пайдалану түрлері, сонымен қатар су тұтыну бойынша метр куб циклына және су бұру бойынша метр куб циклына келтірілген болатын және қайтарылмайтын шығарындылар келтірілген. Қалдықтар бойынша атап өтетін болсақ, бұл жерде бізде ұңғымалардың рекультивациялық жұмыстарын жүргізу барысында өндірістік қалдықтар мен тұтыну қалдықтардың 12 түрі пайда болады. Олардың 7 түрі қауіпті қалдықтар, ал 5 түрі қауіпсіз қалдықтар болып табылады. Рекультивациялық жұмыстары барысында пайда болатын жалпы қалдық мөлшері сүйішпек Г1, сүйішпек Г2, сүйішпек П1 скважиналарында 212,481 тоннаны құрайды. Оның ішінде бұрғылау қалдықтары 60 тоннаны құрайды, ал скважиналардың кері жуу қалдықтары 38,058 тоннаны құрайды. Қолданылған майлар 2,102 тоннаны, қолданылған май фильтрі 0,04135 тоннаны құрайды. Майланған мата 0,0117 тоннаны құрайды. Оңтүстік контракт аумағында Қаздырыл салу үшін жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бұрғыланған ұңғымалардың қалпына келтіру кезінде қалыптасқан қалдықтардың жалпы көлемі бойынша кестеде келтірілген болатын. Кестеге назар аударып кетсеңіздер, бұл жерде қалдықтардың түрлері келтірілген, қалдықтардың коды, кодтың түсіндірмелері, сонымен қатар масса қалдықтардың массасы, яғни тоннамен келтірілген және қалдықтардың пайда болатын операциялар келтіріп өткен болатын.
Сонымен қатар анализ жүргізген кезде қоршаған ортаға жүргізілген культивацияның техникалық шешімдеріне сәйкес орындаған жағдайда қоршаған ортаға айтарлықтар теріс әсер етпейтіндігін көрсеткен болатын. Сонымен қатар әлеуметтік экономикалық салаға аздаған оң әсер етеді. Рекультивацияланың қоршаған ортаға стандарты жұмыс режимінде әсерінің кешенді бағалау нәтижелері төмендегі кестеде келтірілген болатын. Яғни қоршаған орта компоненттері, сонымен қатар өндірістік операциялары, кеңістік ауқым, сонымен қатар уақыт ауқымы бойынша қысқа мерзімді болып табылады. Кеңістік ауқымы жергілікті, сонымен өндірістік операция бойынша бұрын бұрғыланған ұңғымалардың жерленген культивациялар болып табылады. Олардың атмосфералық ауаға, жер асты суларына, жер қойнауы, топырақтар, өсімдіктер әлемі, сонымен қатар жануарлар дүниесі, қалдықтар физикалық әсер бойынша қалдырған болатын. Әсер ету интенсивтігі бойынша өте төмен, әлсіз болып табылады. Келесі бізде қоршаған ортаға ықтимал зиянды әсерлерді алдын алу, жою және төмендеу бойынша ұсынылған шаралар, сондай-ақ оның салдарын жою. Яғни бұл жерде культивациялау кезінде негізгі экологиялық шаралар слайдта келтірілген болатын. Бұл жерде атмосфералық ауаны қорғау бойынша техниканы уақытылы және сапалы қызмет көрсету, шығарған газдардың шығарындыларының стандарттарға сәйкес келетін техникамен автотранспорттарды пайдалану, көлік қозғалысындағы ұйымдастыру, көлік құралдарының қозғалыстарының бос жүріс уақытын мүмкіндігінше азайту, техниканың және автотранспорттың сапалы отынмен заправкалау, сонымен қатар техникалық сумен шаңды басу. Су ресурстарын қорғау бойынша бізде жақсартылған химиялық қоспалары бар сапалы цемент қолдану, су тұтыну және су бору бойынша есепке алуды дұрыс ұйымдастыру. Сонымен қатар пайдаланған майларды рұқсат етілмеген орындарға төгуге тыйым салу, барлық түрдегі ағынды сулардың жер бетіне төгілуін болдырмау. Өндіріс және тұтыну қалдықтарын қалыптастыру, қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкес қалдықтарды жинау, сақтау және жоюды қамтамасыз ету. Сонымен қатар бізде қауіпті қалдықтар араластырылмайды және де қалдықтарға паспорт жасақталады. Биорганикалық ортаны қорғау, топырақ, өсімдік жамылғысы мен жануарлар дүниесін бұзудың алдын алу мақсатында төмендегі шаралар жүргізетін болады. Бұл жерде техникалық жүріс маршруттарын қатаң келісу, апаттық жағдайда алдын алу жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтарды тек арнайы бөлінген алаңдар мен ыдыстарды жинау, техникалық культивациялау жұмыстарын толық көлемде жүзеге асыру, шудың әсерін нормалау және қоршаған фаунаға зиян келтіретін шуды мүмкіндігінше азайту. Жарықтың әсерін нормалау және қоршаған фаунаға зиян келтіретін жарықты мүмкіндігінше азайту. Рұқсат етілмеген аң аулауға, құс ұяларын бұзуға тыйым салынады. Аңдардың кездейсоқ кіруіне жол берілмейтін қоршаулар қою, жабайы жануарлардың қызметкерлердің тамақтануына қатаң тыйым салу, сондай-ақ жабайы жануарларға азық бола алатын қалдықтарды дұрыс сақтау болып табылады. Осымен назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса қоя берсеңіздер болады. Жақсы, рахмет. Баяндамашыға ұсыныс пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, сөйлеймін деушілер болса, рұқсат. Жаңа сүйішпекке бір ұңғымасы деді ғой, сол майдан тазарғаннан кейін қоршаламаса әлде сол күйінде манадай табличка орнатып деп қала ма? Табличка ол ұңғыманың жан-жағын тазартып, ұңғыманы цементтегеннен кейін өзінің несі бар, правиласы бар, правила консервация, ликвидация скважины деген. Сол бойынша жаңағы ұңғыманың үстіне бірде-бір бетон мен цемент құйылып, сол жерге ұңғыма қай жылы қазылған, қай жылы ликвидация жасалынған табличкасын орнатып, жан-жағын тазартады. Болды, басқа ешқандай жұмыстар. Майдың шықпауын қамтамасыз етесіз. Майдың шықпауын қамтамасыз етесіз. Иә, май шықпайды. Енді жаңағы рекультивация жасап, скважина басын бекітесіңдер ғой. Иә. Сосын айналасындағы жаңа балшық, топырақ, бірдеңелер, оны май араласқан құмды жан-жағындағы бәрін тазартып, қазып алып, әдейі арналған полигондарға алып барып, контракт бойынша біз контрактіге отырамыз, басқа жаңағы опасный отход қабылдайтын полигондарға алып барып, сол жерде олар жаңағы рекультивация жасайды. Очистка. Сол жан-жағын тазартып, майдан тазартып, тиянақтап болып жасайды. Оны біреу қадағалайды. Біз өзіміз қадағалаймыз, сосын жаңағы бұл егер болашақта бұл контракт территориясын мемлекетке өткізетін болсақ, мемлекеттік комиссия болады. Сол комиссиямен барлық ұңғымаларды аралап, мемлекет өзіне қабылдап алады.
сол мекемеде Иә, болсаңыздар, біз өзіміз сол қадағалаймыз. мекемеде боласыздар, сол жұмысты өздерің қадағалайды, бірақ экологиядан басқа сырттан келіп қадағалайтындар жоқ па? Жасалған жұмыстарды тексеретін. Жоқ, біз отчет жасаймыз ғой. Ежеквартальный отчет сол жерде қандай жұмыстар. Мысалы мен мекемеде боламын, сол мекемені өзім тексеретін болсам, жаңағы тиелген заттардың бәрін барамын да бір шұңқырға, бір көрінбейтін далаға төгемін де кейін қарай екінші риске барамын. Ондай болмай ма деп отқаным, кім қадағалайды оны? Экологтар ма? Жаңа айтып кеткендей, біз рекультивация жасау кезінде барысында сол жерде май болған жерді, топырақты алып, оны арнайы жаңағы топырақты өңдейтін полигондарға тапсырамыз контракт бойынша, договор бойынша. Сол полигондардан біз соншама майланған топырақты өткіздік деген құжат аламыз. Ол барлығы жаңағы жолдағы транспорттың договорына бәріне бізде ол құжаттар бар. Кез келген уақытта, мысалға жаңағы үкіметтік экология жаңағы егер сұрақтар болса, ол жұмысты жаңағы отходтарды қайда тапсырдыңдар десе, біз ол жаңағы тапсырған полигоннан құжаттарымызды көрсетіп, арнайы журналдарды көрсетіп, сондай жұмыстарды жасаймыз заң бойынша. Видеомен барлық тапсырасыздар. Сосын транспортта GPS бар. Ал егер сол жаңағы скважинды қазу, жаңағы тазалау жұмыстарында астынан мұнай, басқа бір газ, бірдеңе шығып кететін болса, Ол ремонт жасаймыз ғой. сұрақтарыңыз бар ма? Так, жақсы, болмаса осымен ұсыныс пікірлеріңіз болмаса қоғамдық тыңдауды өтті деп есептейміз. Так, рахмет, тағы ұсынысымызды өзіміз айтамыз. Сіздерде департаментте мына жақта сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, онда басқа сұрақтарыңыз болмаса, болашақта енді біздің жерде жұмыс жасамасаңыздар да, болашақта басқа біздің жерден тағы объем алып жатсаңыздар, жақсылап бірлесіп жұмыс жасаймыз деп ойлаймыз. Біздің әлеуметтік мәселелерімізге көмектесетін болып, жақсы атсалысып жұмыс жасайтын компания болуларыңызды мен тілеймін. Және осы жақтан да объем алып бірлесіп жұмыс жасағанды біз енді жақсы көреміз. Себебі әрбір мекеменің біздің елімізге экономикасына дамуына қосатын үлесі зор. Адал қызмет етіңіздер. Енді біздің де тағы ұсынысымыз бар. Енді бірінші саран кеше бір 75-тік болып қалып, бір суға кетіп қала жаздадық. Құмда тұрсақ та соған байланысты бір ұсынысымыз бар. Жаңағы пожарный руководитель, ода бір енді керек нәрселердің бірі, сондайларға көмектессеңіздер, жеңіл желпі деп айтып жатырмыз сіздер жұмыстарыңызға қарап. Онда басқа сұрақ ұсыныс болмаса, жабық деп жариялаймыз. Рахмет келгендеріңізге, алтын уақыттарыңызға, қатысқандарыңызға. Сіздерге де рахмет.